Сәлем құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналда мен небір шытырман оқиғаларды баяндайтын боламын. Каналға жазылып пікір білдірсеңіздер болады. Ата-аналардың жануарларға деген шамадан тыс сүйіспеншілігін балалары дұрыс қабылдамауы мүмкін. Біз әңгімелейтін адам жануарлар әлемін сүйетін адамның кейпіне еніп, ол өзінің қорқынышты қиялдарын іске асырады. Бүгін сіздермен бірге Австралияның әйгілі британдық зоологы Адам Бриттонның тарихын білейік. Оның есімін жұртшылық 2022 жылы оның 42 итке жыныстық зорлық жасағанын және оның 39-ы қайтыс болғанын естігенде білді. Өте жаман, бірақ бұл мінез құлықтың себептерін білейік. Барлық маньяктар жануарларды өлтірген жоқ, бірақ олардың көпшілігінің өмірбаянына ұқсас бастама болады. Мен бала кезімде мысықтар мен иттерді азаптағанды ұнататынмын деген. Адамдардың бәрі күнәсіз емес, бірақ шынын айтсақ, біз ересек болған кезде көптеген әрекеттерімізді қайта қарастырамыз, өкінеміз және жаман әдеттерден арыламыз. Керісінше, өздерінің құпия қиялдарын мұқият ұстап басқаратындар да бар. Бірақ даңққа, байланысқа және белгілі бір жазасыздыққа ие бола отырып, рұқсат етілмеген шекараларды бұза бастайды. Енді тіптен күнәһар армандарды жүзеге асырып қана қоймай, одан көп ақша таба алады. Бірақ кез келген шайтандық қызметтің өз мерзімі мен ақысы бар, соны ұмытпаңыз. Англия, Уайкфилд қаласы. 1971 жылы Адам Роберт Корен Бриттон дүниеге келді. Оның анасы натуралист болған, сондықтан ол бала кезінен Адамға, табиғатқа және барлық тіршілікке деген сүйіспеншілігін оятты. Мектепте оны биология пәнінің мұғалімі Вал Ричардс шабыттандыра бастады, ал теледидарда ол табиғат туралы деректерді фильмдердің бастаушыларының бірі Дэвид Аттенборның хабарларын жібермей тамашалайтын. Жас Адам біздің әлеміміз бен айналамыздағы жануарлардың қаншалықты әдемі екенін түсінді, бірақ бірдеңе дұрыс болмады. Ол бауырымен жорғалаушыларға қарап, адамдардың оларды ұнатпайтынын, қорқатынын түсінді. 8 жасында оны кішкентай жануарлар тітіркендіре бастады. Күшіктерді таптап, езіп тастағысы келетін. Адам оларды қалай азаптап өлтіретінін елестететін. Бала өзінің садистикалық бейімділігі бар екенін түсінді, бірақ бұл оғаш әдеттерін басуға тырысты. Содан кейін гормондары ойнап кетті ме, ал 12-13 жасында ол азаптауды ғана емес, жануарлармен жыныстық жақындасқысы келетін әдеттерін де сезе бастады. 14-15 жасында Адам көршісінің қоршауынан өтіп, жылқыларды бақылап отырып, өзін-өзі қанағаттандыра бастады. Содан кейін ол олармен жыныстық қатынас жасағысы келетінін түсінді. Рас, әрекеттер әрқашан сәтті бола бермейді. Жігіт бұдан әрі осылай өмір сүруге болмайтынын түсініп, және өз бойындағы осы оғаш әдеттерін басып тастады. Ол оқуға, биология пәніне түсуге армандады және жаман ойларын алып тастады. Адамның ата-анасы сол кезде психолог туралы ойланбаған, сондықтан да нәтижесі осындайға жетіп отыр. Адам Лидс университетінде ғылым бакалавры дәрежесін алды. Оны 1992 жылы бітірді. Содан кейін 1996 жылы Бристоль университетінде зоология ғылымдарының докторы дәрежесін алды. Сол жылы ол Австралияға көшіп, болашақ әйелі Эринмен кездесті. Ерлі-зайыптылар жабайы қолтырауындарға мамандандырылған консалтингтік компания құрды. Адам халықаралық деңгейде қолтырауын сарапшысы ретінде танылды және Дэвид Аттенбор сияқты танымал қайраткерлермен ынтымақтастықта болды. Ол BBC және National Geographic үшін әртүрлі деректі және білім беру бағдарламаларына қатысты. Сөйтіп, Эрин мен Адам Дарвиннің оңтүстігіндегі Макминс лагунынан үй сатып алды. Және 2 күшік ақ швейцариялық овчаркаларды Урса және Болтты асырады. Міне, бұл нағыз натуралистің арманы сияқты еді. Беделді жұмыс, өз үйі, әйелі және сүйікті иттері. Бірақ 2014 жылдан бастап Урса мен Болт үйде пайда болған кезде Адам оларға қызығушылық таныта бастады. Әйелі жұмысқа кеткен сайын және ол жиі кетіп қалса, ер адам үй жануарларын ұятсыз қылыққа үйретіп жүрді. Кейінірек ол оларды зорлап, одан ләззат ала бастады. Адамның миында көптеген өзгерістер болды. Яғни ол өзін ұзақ уақыт бойы ұстап жүрген нәрсені шындыққа айналдыратын уақыт келгенін түсінді.
Ол өзінің үйінің аумағында жүк контейнерін жабдықтап, сол жерге камералар орнатып, матрасты лақтырып, иттермен бірге өзінің азғындық ойын іске асырды. Сөйтіп тәбеті өсіп, адам көп нәрсені қалайтынын, эксперимент жасағысы келетінін түсінді. Содан кейін ол өзінің атақ даңқын пайдаланып, Gumtree Австралия біздің Авито сияқты сайтында тіркеліп, иттерді тегін ала бастады. Сіз білесіз бе, кейде адамдар қиын жағдайларға байланысты үй жануарларын біреуге беруге мәжбүр болатын жағдайлар болады. Адам келісті, оған сенетін, иттерін берді және олармен болашаққа алдын ала көптеген фотосуреттер түсіреді. Содан кейін оларды бұрынғы иелеріне жіберетін. Адамдар бірақ өздерінің үй жануарларын ешқашан тірі көрмейтінін білмейтін. Азаптау, бөлшектеу, балғамен ұру және жануарларды зорлау арқылы Адам кенеттен питбул тұқымын көбірек ұнататынын түсінді. Неге деп ойлайсыз? Дәл осы тұқым басқа иттерді немесе оның күшіктерін жеуге қабілеті болып шықты, ал Адам оның әдетінен қатты қозатын. Бірнеше жыл бойы қорқынышты ойын-сауықтан кейін ол Telegram парақшасын құрды. Бұл әлеуметтік желіде көптеген арам ойлы адамдар отыратын және қорқынышты топтарды біріктірді. Ол өзі түсірген әртүрлі кадрларды жариялай бастады. Чатта біреулер кеңес сұрайтын, біреулер иттерге деген жек көрушілігін білдірді және былай деп жазды: "Мен иттерді жек көремін, бұл нақұрыс тіршілік иелеріне сол керек" деп. 2021 жылы 52 жастағы Адам 24 жастағы Ян Корсемен дос болды. Жас жігіт Адамға жануарларға қатысты зорлық-зомбылықтан жыныстық қанағат алатынын мойындады. Бірақ ол әлі өз ойын іске асырмағанын айтты. Сондықтан ол Адамға өзінің садистикалық бейнелерін орнатуға көмектесуге шешім қабылдады. Бұл жағдайда таңғаларлық ештеңе жоқ. Корсе 13 жасынан бастап нарко тәуелділікпен күресті. Үйде үлкен ит болды, анасының айтуынша оны жақсы көретін. Бірақ ол Адаммен ұзақ уақыт дос бола алмады. 2021 жылдың 21 желтоқсанында Корсе кездейсоқ нарконың артық дозасынан қайтыс болды. Адам Телеграмға өзінің азғын видеоларын жүктеуді тоқтатпады. Сұр питбульдің ол көзін ойып алды. Енді бір видеода иттерді өлтірмес бұрын ол жыныс мүшелерінен ұратын. Басқа бейнеде ол иттерді өлтірмес бұрын екі иттің үстіне зәр шығарды. Кадрда Адамның беті көрінбейді, тек оның жалаңаш денесі көрсетілген. Ол басқа итті қырыну лезвиясымен зорлап, тағы біреуінің жыныс мүшелерін кесіп тастады. Тағы бір екі итті асып қойды. Ол осындай қорқынышты бейнелерді 17-ге жуық түсіріп, Телеграмға жүктей алды. Бір ұрғашы ит 9 күшік атты соңғы бейнебаяны даңққа бөленді. Ол сұр питбульді байлап, оның көз алдында күшіктерін, біреуін тот басқан арамен, біреуін балғамен кесіп, олармен тамақтандырды. Видеода осы кезде Адам тұрып, өзін-өзі қанағаттандырады. Соңында ол питбульді өлтірді, ал күшіктерін оның денесіне салып жіберді. Егер бір ол қателік жасамағанда, Адам қаншалықты алысқа бара алатынын кім біледі? Ол бір иттің мойнындағы қарғысын шешуді ұмытып кеткен болатын. Дәл осы деталь хайуанаттар зорлаушысы садисті ұстаудың басты дәлелі болды. Қорқынышты бейнелердің бірінен анонимді біреу иттің Дарвин қаласы деп жазылған қызғылт сары қарғысын байқап қалады. Сөйтіп ол біреу кадрларды Gmail арқылы жануарларды қорғау бөліміне жіберді. Содан кейін ол істі полицияға тапсырды. Сөйтіп полиция Адамның үйіне келіп, оның жеке заттарын тартып ала бастады. Осылайша қызметкерлер 44 затты, соның ішінде компьютерлерді, ұялы телефондарды, камераларды, сыртқы қатты дискілерді, құралдар мен қаруларды тәркіледі. Сондай-ақ полиция ноутбуктан балаларға қатысты зорлық-зомбылық туралы 15 файлды тапты. Шамасы ол келесі кезеңді иттер мен балаларға зорлық-зомбылық жасауды жоспарлаған және оның қалай аяқталатыны белгісіз еді. Оның фотосуреттерінің көпшілігінде ит жыныс мүшелері мен етінің суреттері, сондай-ақ ол өлтірген иттердің мәйіттерімен толтырылған себет болды. Кейде ол өлген иттерді пісіріп, қуырып, оларды жаңа ит құрбандарына тамақтандырды. Сондай-ақ полиция мұздатқыштан кесілген ит аяқ қолдарын, учаскедегі тоғанда шіріген күшікті және жақын маңдағы учаскеде кесілген ит басын тапты. Бейнедегі барлық қатыгездіктерді Адам орындағанына күмән қалмады. Ол барлығы 42 итті зорлап, азаптап өлтірген.
Сайып келгенде Адамға жануарларға қатыгездік жасады деген 37 айып, иттерді зорлады немесе зорламақ болды деген 10 айып, және балаларға қатысты зорлық-зомбылық материалдарын сақтады немесе берді деген 4 айып тағылды. Сондықтан оған ең жоғары мерзім берілді, 10 жыл 5 ай. Сондай-ақ Адамға өмірінің соңына дейін кез келген сүтқоректілерді асырауға тыйым салынады. Осымен біздің оқиғамыз аяқталды. Өзіңізге қамқорлық жасаңыз, көмек сұраудан тартынбаңыз, және балалардағы садистік мінез-құлық белгілерін елеусіз қалдырмаңыз. Өйткені сіз бен біз ғана планетамыздағы зұлымдықтың алдын ала аламыз. Соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше.